Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен экранда Шерзат Абдуллаев. Бүгін құда қаласа сіздермен MLM бизнесті адамдар қаншалықты дәрежеде қате жасап жүр. Сол қателігінің артында MLM бизнесқа деген басқа адамдардың көз қарастары өте төменгі дәрежеде екенін сөйлесетін боламыз. Вообще-то MLM бизнес дегеніміз не? Біз қазір сауданың үш түрімен айналысамыз. Бірінші сол дәстүрлі бизнес, традиционный бизнес деп аталады. Ол мысалы аптека, базар, магазин, сауда орталықтары, солардың барлығы дәстүрлі бизнесқа өтеді. Яғни бұл жаңағыдай розничная ценамен, сондай сатылатын сауда бір түрі. Екінші түрі бұл прямой продаж. Прямой продаж бұл сетевой маркетинг деп аталады. Негізінде ол мына заводтан прямой өздеріңіз ала алатын. Бұл прямой продаж. Ал енді біз сетевой маркетинг деп жүрген негізінде MLM бизнес, multi-level маркетинг, или болмаса многоуровневый маркетинг, именно осы MLM бизнесті қазір таңда өте көп адамдар қате жасап жүр. Соның кесірінен адамдардың ойында MLM бизнес деп қандай да бір компания деп айтатын болсаңыз, олар айтады, сату керек па? Негізінде MLM бизнесті мүлдем сатудың қажеті жоқ. Яғни не прямом смысле. Ол по-любому сатылмаса товарооборот болмайды. Бірақ та ол сатудың да профессионалды түрде сатылуы бар да. Мысалы мен өзім мүлдем товар сатпаймын. Мысалы товар сатпай жатып та айына миллионнан жоғары ақша табуға болады. Сол туралы бүгін сөйлесеміз. Не үшін сіздер қателік жасап жатсыздар? Не үшін MLM бизнесті кәдімгі сетевой маркетингпен араластырып жатсыздар? Вообще-то сол туралы бір қысқаша сөйлесеміз. Енді MLM бизнеске келетін болсақ, MLM бизнес сол 1950 жылдары Америкада басталған. Именно MLM бизнестің ең керемет системасын құрған кісі бұл Дон Файл болады. Дон Файлдың өзі 10 уроков на салфетках деген кітабы бар. Егер сол кітапты оқыған болсаңыздар, бәлкім түсінбеген шығарсыздар MLM бизнес не екенін, ұқпаған шығарсыздар, бірақ та бәлкім оқымаған да шығарсыздар. Вот именно 10 уроков на салфетках деген кітапта сіздерге нақтылап түсіндірген MLM бизнес не екен, MLM бизнесті сатудың қажеті жоқ екенін. Вообще-то MLM бизнесті қалай дәрежеде профессионалды құрып, үлкен командамен үлкен табыс көзін табуға болатындығын нақтылап, қысқаша оңай түрде түсіндіріп берген. Егер оқымаған болсаңыз, сол кітапты міндетті түрде оқыңыз, тағы да қайталап оқыңыз, түсінесіз. Енді MLM бизнесті мен өзімде жақын арада түсіндім. Шыны керек, шынымен де сатпай да бизнес құруға болады екен, сатпай да үлкен ақша табуға болады екен. Но біздің жұмысымыз қалай болу керек? Спонсировать и обучать. Спонсировать и обучать. Адамдарды біз бизнесқа, яғни бизнес үшін қосқаннан кейін, оларды міндетті түрде обучать етуіміз керек. Енді, вообще-то MLM бизнесқа кімдерді қосу керек? Кімдер MLM бизнесқа бизнес құра алады? Нақты шешімі бар адамдар. Біз сондай адамдарды бизнеске қосуымыз керек. Ал мына өнім алам деген адамдар бар ғой, олар өздерімен өздері өнім алып қолданып жүре берсін. Олар клиент, потребитель. Жай ғана клиент. Ал бізге нақты, тұрақты бизнес құрам деген адамдарды ғана бизнеске қосуымыз керек. Ал біз не істейміз? Алдымыздан шыққан адамның бәрін осы өзіміздің бизнесімізге қосқымыз келеді. Бірақ та одан толық болмай жатыр ғой. Талпа адамды жинап алып жатсыз, ешқандай жұмыс бермейтін, ешқандай товарооборот көрсетпейтін, не білім алмайды, не алға қарай ұмтылмайды, не дамымайды, не сіздің айтқаныңызды істемейді. Соның артында сізде ешқандай бизнесте нәтиже жоқ. Сол үшін MLM бизнесқа нақты істеймін деген адамдарды қосамыз. Вообще-то MLM бизнес не екенін ұқтырамыз адамдарға. Сіз сияқты MLM бизнесті ұғамын, MLM бизнесті түсінемін, MLM бизнестің артында ақша табамын, өмірімді өзгертемін, шетел саяхаттарында боламын деген адамдарды ғана бизнеске қосуымыз керек. И соларды біз үйретуіміз керек. Бар болғаны 5 адам сіздің түбегейлі өміріңіздің өзгеруіне себепші бола алады. Егер нақты шешімі бар, активный 5 партнеріңіз болса, болды. Сіз MLM бизнесті звездасыз. Вот. Сол үшін MLM бизнесті дұрыс құрып үйрену керек. Қазір қаншама сетевой компанияда жүрген адамдар бар. Не істеп жүргенін өздері білмейді. Не үшін кірді бұл компанияға? Не үшін бұл бизнесті жасап жатыр вообще-то? Түк те біліп жатқан жоқ. Егер де араларыңызда сондай адамдар болса, өздеріңіздің жолдарыңызды таба алмай жатқан болсаңыздар,
істегіңіз келеді, бірақ та нақты сізге үйрететін ұстаз жоқ, наставник жоқ. Сондай жағдайда жүрген болсаңыздар, біздің Eagle Team 1 командамызға келіңіздер. Бізбен бірге істеңіздер. Егер де сіз істеймін деген шешіміңіз болса, біз сізді Eagle Team 1 системасымен 100% результатқа шығара аламыз. Оны жауапкершілікпен мен айта аламын. Сондықтан достар, MLM бизнесті дұрыс құрайық. MLM бизнес негізінде әр қарапайым адамның өмірін түбегейлі 180 градусқа өзгертіп жіберетін тамаша бизнес. Сол нәрсені ұмытпаңыздар. Ал менімен байланысу үшін астында тұрған описаниядағы WhatsApp ссылка, әлде болмаса Instagram ссылка арқылы маған өзіме жеке өтсеңіздер болады. Келесі видеода көріскенше сау болайық достар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.